1940 жылы негізі қаланған мектеп бүгінгі таңда қала деңгейіндегі тарихи ескерткішке айналды. Ұлы Отан соғысы жылдарында ол Фрунзе әскері жаяу әскер училищесі болып қайта құрылады. Алғашқы курсанттар құрамын Қырғызстан, Қазақстан және Өзбекстаннан шақырылған жас сарбаздар құрады. Олар біздің ортақ отанымыздың болашақ қорғаушылары еді. Курсанттар Кыргызстан, Қазақстан, Өзбекстандын окуу жайларынын студенттеринен куралган. Окуу жайда билим алган баатырлардын арасында Самидет Игимбердиев, Василий Петрищев, Кемел Токаев, Рахимжан Кошкарбаев, Сергей Избеков, Анатолий Писаренколор болгон. Биздин халыктар алардын ысымдары теңдешсиз баатырдыгы жана жасаган эрдиктери менен тарыхта калды.